Астанада бір аптаға созылған теннис Еуроп турнирі өз мәресіне жетті. Таланттардың басын қосқан жарыстың іріктеуіне 64 спортшы қатысқан. Оның ішінде көршілес Қырғызстан, Өзбекстан елдерінен келген спортшылар да бақ сынады. Ұйымдастырушылар осындай жарыстар арқылы жас ойыншылардың халықаралық аренада бәсекеге қабілеттілігін дамытуды көздейді. Бұл жарыстың дәрежесі 3-ші болып есептеледі. Бұл жарыстың категориясы теннис Еуроп дегеніміз, ол халықаралық категория болып есептеледі. Өткізу мақсаты біріншіден ол халықаралық ұпайлар жинау. Біздің спортшыларға басқа мемлекеттерге шықпай өз Қазақстанның ішінде орналаса отырып, халықаралық ұпай жинау бірінші мақсат. Екінші мақсат ол жалпы Қазақстанның теннисін дамыту. Келесі мақсат ол кішкентай өсіп келе жатқан теннисистерге үлгі беру. Теннис Еуроп турнирі 2 санатта, яғни 14-16 жас аралығында өтті. Сайыстың негізгі кезеңінде 8 спортшы бақ сынап, тартысты кездесу өткізді. Ерлер арасындағы жекелей сында Астана қаласының атынан сынға түскен Аңсар Ниетқалиев бірінші орын алса, екінші орынды Жантөре Санжарұлы қанжығалады. Ал үшінші орын үшін айқаста Хақназар Жеткербай жеңімпаз атанды. Ең бірінші өз-өзімді жеңдім. Жақсы ойнадым, ең күшті ойынды көрсеттім. Финалда кішкене сәтсіз болған, бірнеше моментте болған, сол жетпей қалды. Соған ештеңе етпейді. Келесі турнир, келесі матч ойнай берем, бәрін жасайым. Бұл жарыста нәзік жандаруларымызда бой көрсетті. Қыздар арасындағы жарыста екінші орында Тамина Сәкен, үшінші орында Кристина Крученко иеленді. Турнирде бірінші орынға қол жеткізген Сара Хамитова болды. Сара, бұл турнир жастар үшін үлкен мүмкіндік. Себебі жаңа достар табуға, болашақта кәсіби теннисші болу жолындағы қадамдардың бірі де бірегейі дейді. Рада. Хороший турнир получился, особенно последние 2 матча я хорошо отыграла. Я удовлетворена своим результатом. Очень приятная атмосфера была, хорошие игроки, хорошая организация, поэтому турнир, в общем-то, был хороший, мне все понравилось. Ұстаз үшін шәкіртінің өмірден өз орнын тауып, биіктен көрінуінен асқан қуаныш жоқ. Павел Цой Сараны жаттықтырып жүргеніне 1 жыл уақыт болған. Осы аралықта бапкері мен шәкірті біршама жетістіктерді бағындырған. Ал негізгі мақсат әлемдік жарыстарда топ жару. Мы с Сарой занимаемся около года. Сара очень перспективный игрок, мы сделали большую работу с ней. На этом турнире она показала все свои лучшие качества. В принципе, у нас была задача выиграть турнир, и она справилась с этой задачей. Турнир өзге жарыстардан бөлек болды. Себебі жеңімпаздарға елден шықпай-ақ халықаралық ұпай жинауға мүмкіндік қарастырылған. Жастарымызды жігерлендіріп, шеберліктерін арттыратын осындай додалар тоқтап қалмай. Болашақ жұлдыздар енді Қарағанды қаласында бақ сынайды.